Қайырлы күн достар, бүгін көпшіліктің сұрауымен менің торттарымның оформлениесіне пайдаланып жүрген безенің жасалу жолымен бөлісетін болам. Видеоны жіберіп алмай, аяғына дейін қараңыздар. Бізге ең алдымен безе жасау үшін барлық затымыз таза және құрғақ болуы қажет. Жұмыртқамыздың ақ уызы мен сары уызын бөліп алып, ақ уыздың үстіне 2 есе қантымызды қосып араластырып алатын боламыз. Плиткамыздың үстіне шұңғыл ыдысымызға суымызды толтырып қайнататын боламыз. Қайнап жатқан суымыздың үстіне ақ уызымызды алып, әбден қантымыз ерігенше араластырып тұрамыз. Қолымыздың көмегімен тез-тез араластыруымыз қажет, өйткені біздің ақ уызымыз ыстық отта пысып кетуі мүмкін. Біздің қантымыз әбден ерігеннен кейін сұйық сиробымыз дайын болады. Дайын болған сиробымызды миксерге қойып миксерлеп аламыз. Миксердің жылдамдығын азайтып көбейтудің қажеті жоқ. Бір келкі жылдамдықта 20 минут миксерлеп алатын боламыз. Егер сіздердің меренгаларыңыз сұйық болып тұратын болса, тағы да 10-15 минутқа миксерлеп алуларыңыз қажет. Біздің ақ уызымыз өте қатты болып шығуы керек. Сұйық болса, біздің формулалары ыстамай ағып кетуі мүмкін. Осылай өздеріңіздің қалауларыңызбен әртүрлі түстерге бояуларыңызға болады. Дайын болған ақ уыздарымызды осылай әртүрлі түстерге бояп, ыдыстарға бөліп салып аламыз. Біздің насадкамызда барлығы таза, құрғақ болуы қажет. Мен мұнда открытый звезда және закрытый звезда және F3 насадкілерін пайдаланып әртүрлі пішіндер жасап шығатын боламын. Безе жасаудағы екінші мән беретін жағдай бұл біздің пешіміздің градусы. Егер пешіңіз алдын ала ыстық болып тұрған болса, оны әбден суығаннан кейін ғана барып безелерімізді салуымыз керек. Ыстық пеште безелеріміз еріп кетеді. Мен өзім 90 градуста 45-60 минут пысырып, яғни кептіріп аламын. Әбден кепкеннен кейін біздің безелеріміз арасы құрғақ және де жабыспайтын болады. Осылай жасап көріңіздер, өте жақсы шығады.